Саламатсыз ба? Менің аты-жөнім Жиденова Айгерім. Мен 4-ші Б класс оқушысымын. Класс жетекшім Нұргүл Мұхамеджанқызы. Мен дипломдық жұмысқа киіз басуды алдым. Себебі киіз басуды үйренгеннен бастап, оның процесі маған қатты ұнап қалды. Сол кезден бастап дипломдық жұмысыма киіз басамын деп шешкен болатынмын. Жұмыстың тақырыбы киелі ағаш. Жұмыс барысында бұл қиын іс екенін түсіндім, алайда нәтижесінде тұрарлықтай. Бұрынғы заманнан бері киіз басу келе жатыр, яғни әжелеріміз киіз басқан. Менің әжем де отырып аяқпен қолмен қалай киіз басқанын көрсетті. Мүмкін осы де бірде-бір ұнаған себебі болу керек. Әсіресе филц әдісімен инемен жұмыстанған өте қатты ұнады. Жұмысымның тақырыбы киелі ағаш, себебі ата-бабаларымыз осы киелі ағашқа құрметпен қарап, оны баптап өсірді. Ағаштың киелі екені сонша, бұталары ойып секілді мұң бұралып, майыса кетіп, аспанға қарай биіктеп өсе берді. Бұндай ағаштардың тамырлары өте құдіретті болады. Әрі тереңде өседі. Жұмыс барысында бұл қиын іс екенін түсіндім, алайда нәтижесі оған тұрарлықтай. Назарларыңызға рахмет.